партии «Ақ жол». Ақ жол Қазақстан! Ақ жол Қазақстан! Ақ жол Қазақстан! Қадірлі алаш елі, бүгінгі таңда еліміз тарихи сәттен бастап өткеріп жатыр. Жарты жыл бұрын президент жолдауында айтылған парламенттік реформа жүзеге асып, еліміз жаңа конституцияны қабылдауға келді. Біздің ойымызша, жаңа ата заң мемлекет пен қоғам өміріне түбегейлі өзгерістер әкелуге тиіс. Конституциялық кеңестің және жалпыұлттық коалицияның мүшесі ретінде мен де ел аралап, жаңа ата заң жобасын талқылаған кездесулерге қатысып жүрмін. Осы мінбеден де өзіме жиі қоятын мәселе бойынша пікірімді білдіргім келеді. Оның бірі, алдағы уақытта парламент, яғни құрылтай депутаттарының партиялық тізім бойынша сайлануы. Осы, яғни пропорционалды сайлау жүйесінің артықшылығынан атап өтсем. Бірінші, пропорционалды, яғни партиялық тізім арқылы сайлау жүйесі парламентаризм институтының халықаралық тәжірибесі. Бұл жүйе сайланбалы органдарда қоғамның түрлі топтарының өкілдерін іріктеп, мүдделерін қамтамасыз етеді. Еуропа кеңесінің жанындағы Венециялық комиссиясының баяндамасында мажоритарлықтан гөрі пропорционалды жүйенің артықшылығы басым анық көрсетілген. Екінші, көп жылдық сайлау тәжірибемізде біз пропорционалды, мажоритарлы аралас жүйелердің қолданып көрдік. Мысалы, мажоритарлық жүйе бойынша жеңіске жету үшін кандидат 50-ден астам процент жинауы керек. Ал тіпті 49% дау жинаған кандидат өтпей қалады. Яғни көпшілікпен келіспейтін, өзіндік пікірі бар үміткер бұл жүйеден өте алмайды. Бірақ демократия тек көпшіліктің билігі ғана емес, бұл баламалы позициясы бар азаматтардың да құқығы. Ал көпшілік дауысқа ие болу қажеттілігі кандидаттарды популизм арқылы жеңіл ұпай жинауға, пікірталасты қатаюына итермелейді. Сол себептен бір мандатты сайлауда рушылдық, жершілдік, жамағатшылдық сияқты дерттерді алдын алу қиын. Бұған дейінгі сайлауларды мұндай жайттар келіскеніміз белгілі. Ал партиялық тізім бойынша 49 емес, тіпті 5%-ке қолдауға ие болған партиялар депутаттыққа өте алады. Осылайша пропорционалды жүйе өздік көзқарасы бар тұлғаларға қоғамдық мүддені кен ауқымын парламентте көтеруге мүмкіндік береді. Үшінші, партиялық тізім бойынша сайлауда сайлаушылар партиялардың бағдарламалары мен жүйелі жұмысына қарап таңдау жасайды. Мемлекет алға тартатын идеялар бәсекесіне жол ашады. Ал бір мандаттық науқанда жеке тұлғалар алға шығып, сайлаушылар олардың жеке ұнайтын, ұнамайтынына талқылайды. Мұндай сайлау додасын қара пиар, компроматтар соғысына айналғаны сирек емес. Төртінші, егер депутаттар өзін-өзі көрсетуге ғана емес, елдің дамуы үшін атсалысайын десе, онда олар бірігуге мәжбүр. Өйткені парламенттегі шешім үшін жалғыздың шабыты жеткіліксіз. Жаяудан шаны шықпас, жалғыздың үні шықпас деген осы. Нақты ықпал үшін ұжымдық күш жігер керек. Саяси партиялар институты дәл осындай ұғым. Парламентті партиялық тізімдер бойынша жасақтау, ел тағдырына елеңдейтін депутаттарға үзеңгілестермен бірігіп, қажетті шешімдер қабылдауына мүмкіндік береді. Осылайша, партиялармен бірге сайлаушылар мүддесін білдіруші ретінде парламент институты да ыңғая түседі. Сондықтан өз сайлаушыларымызды және Қазақстанның барлық азаматтарын президент Тоқаев ұсынған өзгерістердің еліміздің саяси жүйесі үшін тағдыр шешті маңызын түсінуге және оларды алда өтетін референдумда жаңа конституцияны қолдауға шақырамыз. Рахмет. Рахмет.